Түркістан автономиясы Ресей мемлекет құрамында құрылған автономиялы мемлекет. 1917 жылы Қоқан қаласында Түркістан өлкелік мұсылмандарының 4-ші съезі өтті. Съезде Түркістан өлкесі Түркістан автономиясы деп жарияланды. Автономияның басқару органы уақытша кеңеске 54 адам кірді. Үкіметтің алғашқы төрағасы және ішкі істер министрі болып Мұхамеджан Тынышпаев сайланды. Түркістан автономиясының құрылуын жергілікті халық жақсы қабылдап, уақытша үкіметті қолдайтындарын білдірді. Бірақ бұл автономия бар жоғы 64 күн өмір сүрді. 1918 жылы 2 ақпанда кеңес үкіметі Түркістан автономиясын қарулы күшпен таратып, оның мүшелерін тұтқынға алды.